Білесіз бе, Сәкен Сейфуллиннің өз заманында европалық стилде киінгендігін, сымбатты Сәкен қыздардың көбісіне ұнайтын сал сері болған десек, қателеспейміз. Сәкен Сейфуллиннің мұражайында жақсы жүннен тігілген қымбат сұр түсті костюмды көруге болады. Имидж және аксессуар ретінде ол таяқ ұстап жүрген. Мұражайда 2 таяғы сақталған. Сәкеннің өзі темекі тартпаса да, үйінде қонақтарға арналған піл сүйегінен жасалған әдемі темекі ұстағыштары болған. Аяқ киімі туралы бөлек әңгіме шебер жасаған былғары аяқ киімі әліге де мұражайда сақталған. Аяққа қыспау үшін Сәкен бір размерге үлкен аяқ киім алатын болған. Ерекше таң қалдыратын бір зат ол ерлерге арналған француз әтірі. Оны бүгінде ерлердің көбісі қолданбайды. Мұражайдағы тағы бір ерекше зат ол үнді шайының қорапшасы. Ол шайды Сәкен анасына бірінші айлығынан сатып алып берген. Сол кездегі қымбат әрі сирек сыйлық екен. Сәкеннің анасы бұл қорапшаны өмір бойы сақтаған. Ал сіз фактеудің келесі санында кім туралы білгіңіз келеді? Төменге жаза кетіңіз.